Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін жұқа кестелі құймақтардың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сонымен бізге қажет ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Достар, каналға тіркеліп, келесі видео рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқа, қант, тұз және қалауыңыз бойынша ваниль сығындысын қосып, бәрін венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы айранымызды қосып араластырамыз. Елеуіштен өткізілген ұнымызды қосып жақсылап араластыруымыз қажет. Ұнды аз мөлшердегі сұйықтықпен араластыру өте ыңғайлы. Сонда сұйықтығымыз іртіксіз біркелкі болады. Және құймақтың қамырын сұйық ингредиенттермен түзетуге кеңес беремін. Қамырымызды 1-10 минуттай демалдыруға қойып қоямыз. Содан кейін қайнаған ыстық суымызды бөлшектеп қосып, жылдам араластыра бастаймыз. Және ас содасын ең соңында қосуға кеңес беремін. Сонда құймақтарымыз кестелі, яғни ажурный болып шығады. Қамырдың сұйықтығы өзімізге ұнағаннан кейін соданы және сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің құймағымыздың қамыры дайын болды. Пештің астын қосып, блинницамызға өсімдік майын жағып, жақсылап қыздырып алуымыз қажет. Осылайша бір-бір шөміштен құйып, екі жағынан пісіріп аламыз. Әр бөлігін қалауыңыз бойынша сары маймен жақсаңыз болады. Міне біздің осындай керемет, кестелі, өте жұмсақ құймақтарымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазуды ұмыт кетпеңіздер. Сау болыңыздар.